Казан Республика күніне шын жүректен құттықтаймын. Баршаларыңызға отбасылық бақыт, еңбекте табыс тілеймін. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың мақсаты оқушыларды отанын сүюге, қазақ атты елде туғанын мақтан етуге, салт-дәстүрін, тілін, дінін сақтауға, патриоттық тәрбие беру. Тәрбие сағатымызды Қазақстан Республикасының гимнімен ашайық. Ұстаздар, құрметті оқушылар, бүгін 19-шы Қазақ университетінің толқын апайларының ұйымдастыруымен республика күніне орай аш өткелі тұрған едесіңдер. Аш сабақтардың мына өте қазақтың ұлттық киіммен отыр екесіңдер, өте керемет мереке күніне орай өткізген сабақтарында алдағы уақытта тамашалайтын боламыз. Барлықтарға мереке құтты болсын. Қазақстан 1990 жылы 25 қазанда республиканың жоғарғы кеңесі еліміздің тәуелсіз мемлекет ретінде дамудың құқықтық негізін қалаған декларацияны қабылдады. Осы тарихи маңызды қадам арқылы Қазақстан дербестіктің, тәуелсіздіктің алғашқы баспалдағын басты. Сол уақыттан бері мемлекетіміз өтпелі кезеңнің қиыншылықтарына төтеп бере отырып, дамуы мен өркендеу жолында келеді. Бұл кезекті бейнероликқа назар аударайық. 1990 жылдың 25-ші қазан күні Қазақ ССР жоғарғы кеңесінің шешімімен СССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан еңсесі биік республика күнімен құттықтаймын. Бұл күні Қазақстан. Ең бірінші бақытым халқыменен туған менің ойымның алтын кенін, ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан арқыменен. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. От сіңген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отан дерем. Одан сенің атанаң, одан аудан ауылың, одан өлкең астанаң, одан әкем, одан атам. Осы сөзім қате екен, қате болса неге біздер дейміз оны атам екен. Қазақстан туған ұлдан алтынға, Қазақстан елін ана достың ба, Қазақстан бізді туған ұлы отан, ұлы жолға түсіп келіп жарқылдап. Қазақстан көпті көрген қария, жайнай берсін нәлір. Жарасқан байрақтың мәні бар, көк аспан көк қырат саны бар, көк байрақ ашық боп теңіздің алтын күнбелгісі жеңістің. Алға Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлық менің тәуелсіз елім алға Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлық менің тәуелсіз елім. Бұл күнде қазақ елі дамып жатыр, аты жөнін жер әлем танып жатыр. Халқының ілгерілеу қамын ойлап, елбасым шартарапқа барып жатыр. Ата заңы басшылықты алып жатыр. Орнасын жер әлемде тыныш заман, өмір сүрсін теңдікте барлық адам. Зу етіп өте шығар бұл жалғанда, аман жүрсін бар қауым тыныс алған. Республика менің күнім көзіме таласқан, аспан көрсең ай мен күнін жол ашқан. Менің байтақ республикамның таулары, менің көгім мөлдіреген сол аспан. Әнұраным, жаңғыраным, айтар әнім сөйлер сөзім туған жердің сағынан. Мәңгі бақи шырқалады республика әнұраным. Ел дамбасының елімнің неттен көркем әдемі, тұнығындай көрінді мұңғыда аспан әлемі.
Тәуелсіз ата сенім, тәуелсіз ата сенім, туып өскен байтақ жерім, мәңгі жайластыра бер Қазақстаным менің. Қазақстан кемелдені башындадың, әлемге қызығым күй қалбам әлім, ерімлік мәжесінде көрдімай, енесің осы өтпен адамдығым. Отаным қазақ ерім аға ұмтылған, өз елінде кезім жоқ сағынсынған, шалқыған еш ұлтығын көрсенемін, бәсекелі сүйеуінің қатарынан. Қазақстан заманның заңдарда халқыма мекен болған жайлауда, Алатау ақ сайына басын иген қайратты қарт Қаратау ұлында. Көктем желбірегені, жаныма қуат береді, таласқа түссе жармен, жан емес жан береді. Көктем желбірегені, жаныма қуат береді, таласқа түссе жармен, жан емес жан береді. Халқымыздың батыр ұлы Бауыржан Момышұлы айтқан екен, отан үшін отқа түс күймейсін деп. Басқа да батыр ағаларымыз, апаларымыз отан деп жырлаған, қорғаған қастерлейік. Біз де осылар ата апаларымыз сияқты отанымызды қорғауымыз керек. Отан үшін еңбек ету керек. Сендердің еңбектерің, сендердің жақсы оқығандарың, тәртіпті бала болғандарың. Ал балалар, біз отан туралы нақыл десек білеміз бе? Мен білемін, мен айтайыншы, келе отырғанда. Отандастық. Ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі. Отан үшін отқа түс күймейсің. Өз елің алтын бесігің. Халқын сүйген салтын сүйеді. Отанымызды ерінде күн, көгінде күн білдірген ұлан байтақ республика болумен. Егемен ел білсем сенім кіріп, бойымды билеп кетер сенімдіріп, ешкімге ауыстырмас алтын отан жолайым қасетін көргізіп. Туған жер ата қол татам екен, бауыры талай жаңа болған екен. Қарыптың басы қозып бір айнаған, қазақ ел ұлы ел менің өлкем, жері кең сахарадай неткен көркем, әлемде 9 сан тұрақ еткен. Мұнайлы алтын күміс жер қойнауы мен өзім өз еркемді мақтан еттім. Қазақстан халқының қазақ тілі тірегі, ана тілінде айтылар әнұр ары жүрегі. Қазақ тілі бақыттысың сен бүгін, жүрегімнің жан дүниесін сен түсін. Жүрегімнің жан дүниесін сен түсін. Оған тілің жақын сыйлы ұлыңа, отқа тілес алмамысың бар күшін. Қазақ тілінің жанды дүние бақ жұлдызы, көңіл көкте өнер қызы, даңқына төрткүл дүние құлақ түріп, таңдарда аспан асты жеріңдейсің. Қайта тұрдым, өмірге қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске, жаса мәңгіге туған елім. Осыменен тәрбие сағатымызды аяқтау үшін Сейітхан ағайға сөз кезегі беріледі. Оқушылар, ұстаздар, алда келе жатқан 25 қазан республика күні мерекесі құтты бола берсін. Еліміз өркендеп дами берсін. Еліміздің өркендеуі үшін ең үлес қосатын осы сізбен бізденбіз. Сіздердің ең жақсы үлестеріңіз сабақты, білімді, ұзақ болуларыңыз керек. Міне апайларыңа бүгін тамаша тәрбие сағатын өтіп жатыр. Барлық жаңа технологияны сабаққа енгізе білді, көрнектілікті тамаша.
апайларыңа шығармашылық табыс тілеймін. Сендермен бірге ертеңгісіне абыройын артқыза берсін, биік белестерден көріне берсін. Әрдайым озат бола беріңдер.